Four Seasons 5 жұлдызды қонақ үйіне тоқталамыз. Кіреберісте осындай әдемі тірі гүлдермен әсемделген. Бұл Египеттің ең сәнді қонақ үйлерінің бірі. Шарм-эль-Шейхтің көркем аймағында орналасқан. Заманауи дизайн, кең бөлмелер мен жоғары деңгейлі қызмет. Бұл қонақ үй талғампаздық пен тыныштықты бағалайтын меймандарға арналған. 2003 жылы салынған, 2022 жылы жаңартылған, яғни реновация жасалған. Қызыл теңіз жағалауында Шаркс Бэй бухтасында орналасқан. Шарм-эль-Шейх әуежайына небәрі 15 минуттық жерде және Соходан 4 минуттық жерде орналасқан. Қонақ үйдің аумағы өте үлкен, 440 мың шаршы метр. Қонақ үйдің аумағы, яғни территориясы өте үлкен, сондықтан кез келген жерге осындай электрокар, яғни багимен жетіп алсаңыздар болады. Бізді ресепшннан осылай номерімізге алып келіп тастады. Қазір номеріміздің барлығын сіздерге көрсетеміз. Номеріміз өте әдемі, бізге қатты ұнады. Мынау жігіт қазір бізге барлығын түсіндіріп көрсетеді. Міне перделері бір кнопкамен ашылып жабылады. Және де мынау мини барын қазір барлығын көрсетеді. Мынау чайный барын барлығы тегін, кофе, чай барлығы. А мынау мини бар платный. Мына жерде прайсы бар, сол бойынша төлейсіздер қалауларыңыз бойынша. Мынау балконымыз өте әдемі. Теңізге қарап тұрады. И барлық номерлер, отельдің номерлері осындай жеке үй сияқты болып салынған. Осындай әдемі витпен қарап тұрасыздар балкондарыңыздан. Номеріміздің іші, тазалықтары, сервистары өте топ. Адамға керектің барлығы бар ішінде. Мына жақта бөлменің ішінде кететін тапішкелерінің качествосы тоже барлығы өте әдемі. Отельдің ішінде гардероб, киім ілетін барлығы бар. Постельдердің качествосы өте күшті. Бұндай постельді біз көп жерден көрмедік. Және де ең күштісі үтік отельдің ішінде бар, номердің ішінде. Осындай трамваймен теңізге барсаңыздар болады. Осылай демалып жататын жері бар. Сол жерде сүлгі береді, және де үстеріңізге SPF крем жағып береді, керек десеңіздер. Осылай бала-шағамен келген кезде песчаный пляж, яғни құмды, егер де кімге риф керек, коралл керек, ар жақтан лестницадан, яғни осылай пирстан түссеңіздер болады. Түссеңіздер сразу коралл, риф көресіздер. Территориясында осындай өте үлкен болғандықтан әртүрлі әдемі неше түрлі гүлдер отырғызған, әдемі болып ужинға кетіп баратырмыз. Кешкі ас ішуге теңіз өнімдерін таңдадық бұл жолы. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша мына балықтан, мынау түрінен деп айтасыздар. Соны көздеріңізше пісіріп, қуырып, грильға барлығын әдемі қылып әкеп береді. Қалағанымызша барлығын біз заказ бере бердік. Мынаның ешқайсысын тауыса алмадық дұрыстап. Барлығын заказ беріп, десерт та бердік. Балықтың неше түрлісінде, гарнирдің да барлығын бердік. Және де свежевыжатый манго, апельсин, соктардың барлық түрлерінен алдық. Вот гарнирге рис, әртүрлі заттарды алып беріп тастадық. Салатта бердік, тоже балық өнімдерінен. Тауыса алмай, қайттық тойып. Таңғы ас ішуге басты мейрамханамызға бара жатырмыз. Өзіміздің номерімізден мейрамханаға дейінгі жолдың барлығын түсіріп алдым. Сол әдеміліктің бәрін тамашалап қарап отырып тұрыңыздар. Оған дейін сіздерге қысқаша мағлұмат берейін. Бұл отельде все включено емес. Завтрак немесе завтрак обед немесе завтрак ужин қылып, болмаса 3 мезгілдік тамақты таңдасаңыздар болады. Бұл жерде тек қана завтрак қана, таңғы ас қана шведский стол, яғни қалағаныңызды таңдап салып жей бересіз. Ал қалған 2 мезгіл тамақ уақытысы өзіңіз қалаған мейрамханаңыздан тамақ ішсеңіздер болады. Жаңағы жоғарыда атап өткендей әртүрлі мейрамханалар бар. Сол мейрамханалардың ішінен қалаған асыңызды айтасыз, сол бойынша сіздерге пісіріп береді. Бұл қонақ үйіміздің жан-жағын қарасаңыздар өте әдемі, өздеріңіз көріп отқандай жап-жасыл, тап-таза, неше түрлі талдар, гүлдер барлығын отырғызған. Міне ресепшн жақтан біз қазір басты ресторанға кіреміз. Мына басты ресторанға келдік, таңғы ас ішетін орнымызға. Осылай кіре берген кезде әртүрлі жеміс-жидектер тұрады, қалағаныңызды айтасыз, сол бойынша кес береді. Өздеріңіз көріп отқандай, мына майдан бастап сырдың неше түрлісі, колбасаның неше түрлісі, балық барлығы бар. Таңғы асқа не керек, барлығы бар. Мен жаңағы айтқан мангомды кесіп дайындап берді. Міне не керек таңғы асқа, соның барлығы бар. Мен барлығын түсіріп бүйтіп үлгермедім. Мынау йогурттың да неше түрлісі бар, натуральный йогурттар. И мынау әртүрлі қоспалар, салаттар, мына нанға жағып жейтін әртүрлі қоспалар, тәтті круассан, әртүрлілер. Теңізге бару үшін осындай ресепшнге звондайсыз, 1 минуттың ішінде осылай артыңыздан баги жібереді. Қараңғы болса фонаригін жағып сізді күтіп тұрады, немесе тоқылдатып прям келеді. Осылай жап-жақын тұрған теңізге багимен жетіп бардым. Жұмысын барлығын бітіріп, сосын бірақ келдім осы теңізге. Қыздардың барлығы ертерек кетіп қалған, мен жұмысын барлығын бітіріп, сосын келдім. Мына жақта шомылудан кезек номерімізді тап-таза етіп жинап қойған. Прям барлығын киімдерін барлығын бүктеп, мына жерге әдемілеп бөлмемізді күніне 2 рет келіп тап-таза етіп жинап қояды. Және де мына жақта ұйықтайтын кезде бөлмеге тағы да келіпті, болды керек емес, хаускипинг не надо десек те қоймай келіп сөйтсек, бұл ұйықтайтын кезде бөлмені дайындап кететін ивинг бірдеңке деген сервис екен, атын ұмытып қалдым. Осылай бөлмемізді тап-таза етіп кешкіге тағы да дайындап кетті ұйықтауға. Себетіндерін сеуіп, сүркілерін, таза сүркілерін бәрін дайындап кетті. Осылай әдемілеп. Бағанадан бері бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Консультация және де тағы да басқа ақпараттар керек болса, төмендегі номерге WhatsApp ссылкасын қалдырып, сол жаққа жазыңыздар. Лайк басып қолдау білдіріңіздер.